Unga tuz suyup aralastıramiz. Qaymakka жұмыртқаны қосып араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған сливочный масломызды салып, екеуін крошка болғанша жақсылап араластырамыз. Енді үстіне қаймақ салып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Дайын қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуін үлкен, біреуін кішкентай қылып. Екі пиязды майдалап турап, үстіне фарш саламыз. Қара бұрыш, тұзды салып, араластырамыз. Начинка дайын. Үлкен қамырымызды алып жаямыз. Енді осының үстіне фаршымызды жайып шығамыз. Фаршқа өз қалауыңызша картоп қосуға болады. Кішкентай қамырымызды жаямыз. Осылай жабамыз. Жан-жағын осылай біріктіріп шығамыз. Өзіміздің қалауымызша осылай түйіп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Пышақпен ауа шығатын тесік жасап, күнжіт себеміз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз.